ел ішінде еңбегімен елге танылған ердің аты өлмейді дейді. Қызмет атақ емес, адамның қадірін айқындайтын оның қалыбы. Өмірін еңбекпен өрген, сөзімен ісі, ішімен тысы қабысқан қария сөздің қарагері Сәпен Аңсат. Ақсақалдық деген, қариялық деген, үлкендік деген үлкен сын. Бұрынғы өткен қызметің, өміріңдегі өткен жаңағы лауазымды қызметіңде, болмаса алған атақ дәрежеңде, орден медалыңда оған ешқандай сенің үлкендігіңнің, қариялығыңның бір көрсеткіші емес. Ал жалпы үлкендіктің өзі негізгі көрсеткіші ұрпақ тәрбиесіне сен қаншалықты атсалысып жүрсің. Ұрпақ тәрбиесі бойыңнан үлгі аларлық, бойыңда қандай қасиет бар, негізгі болмысың қандай, ұстанымың қандай, айтқан сөзіңменен ұстанып жүрген өзіңнің болмысың, тәрбиең сәйкес па, сәйкес емес пе, соған байланысты. Айтуды әркім айтады, құрғақ уағыз еш уақытта нәтиже бермейді, идея да нәтиже бермейді. Ол нақты әрекет керек, адамның болмысы керек, сенің ұстанымың сондай болу керек. Сәпеннің балалық шағы соғыстың қасіретті жылдарымен тұспа-тұс келді. Ел еңсесін майдан машақаты басқан ауыр кезеңде ол ерте сейді. Әкесінен айырылып, анасының қамқорлығында өсті. Төзімділік пен еңбекқорлықтың мәнін ұқты. Халықтың қайсар рухы мен ананың мейірімі оның бойына берік мінез қалыптастырды. Етімен еңбекке икемделіп, әр іске жауапкершілікпен қарады. Табандылығы мен талапшылдығы өмір жолын өзгеше өрнектеді. Ол енді әкеден ерте қалудың салдарын әркім әрқилы өткізеді. Біз сол Қармақшын Жусал деген кенті аудан орталығында тұрдық. Сол өз шағын ғана Комсомол деген көше, екі машина қатар жүргенде сыя бермейді. Кәдімгі көшенің жердегі топырағынан күлі көп. Сол топырақ, күлі көбірек топырақ біз үшін асыл. Мен кір жудым. Сәдуғас қамыр илеп тапанан көмді. Болса тамақ астық. Сондай өмірмен біздің тағдырымыз солай болды. Сондайды көргендіктен бүгінгі күндегі әрбір салмақтайтын, тазалайтын нәрсені сол кезде қараның салмағымен тазалау бізге бағамды, бізге бұйырды. Оны бала кезімдегі анамның тазалыққа, еңбекке үйреткендігінің арқасында механикалық заводта да мен Комсомол ұйымын басқардым. Кәсіподақ ұйым басқардым. Ұйымдастыру жұмыстарының басында болдым. Сол ұйымдастыру жұмыстарым, анамның айтқан тәртібі, талабының барлығы мен үлкен болып есейген кезімде, елдің алдына шығатын кезімде сондай ірі жұмыстарды маған сеніп тапсыратын, менде ұйымдастырушы қабілетінде, рухани деңгейімде сондай деңгей бар. Содан барып жаңағыдай үлкен істердің басында болуды Алла маған нәсіп етті. Ол сыр елінің адал перзенті, Жосалының жусаны мен Сырдарияның самалы бойына сіңген азамат. Өнегелі өмірі де сол дария секілді, сабырлы, арнасын тапқан, өз ағысымен ағып келеді. Маған біреулер, сен мамандықтан жаңылғансың, өзің инженер механиксің, сөйтіп отырып әдебиетке жақынсың. Олым істеген кітап жаздың, жүрегіме жеткен жер деген Қадыр Мырзалиевтің поэзиясына талдау жасап, 10 тақырыпқа бөліп кітап жаздың. Жазушыдан оқырман болып отырып, орташа ақын жазушыларды бір кем емессің деп көтермейді. Мен пенделікпен соған кәдімгідей қуанамын. Ол мүмкін сол Қазгүдің филологиясын, я Қызылорда пединститутының тіл мен әдебиетін оқысам, жақсы меңгеру мүмкін, бірақ мүмкін өз әдіптен бір балдарымды дұрыс тәрбие алмай қалған болуы мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан мен сол токарь болғаным, слесарь болғаным, жұмысшы болып, еңбек озаты болғаным, құрмет тақтасында тұрғаным, құрмет кітабына енгенім, мені мақтағаны, жұмысшы кезімде депутат болғаным, аудандық поселкелік советтерге, мүмкін менің жолымды ашқан шығар. Жалпы мен жолы болғыш азаматтардың бірімін деп ойлаймын. Мен жолымда кедергі болды, мен өсетін едім, өспедім деп біреулер жылайды да жатады ғой. Ешқандай ондай өкінішім жоқ, бәрі орнымен келді. Сәпен Аңсатовтың қарапайым еңбек жолынан басталған өмірі шығармашылық ізденіске ұласты. Тарихқа, ел жадындағы тұлғаларға деген құрметі оны рухани жолға жетелеп, талай тарихи есімдердің ұлықталуына себепкер болды. Сондай іргелі еңбектерінің бірі Келменбет Келдібайұлының өмірі мен ерлік жолына арналған ізденістері. Қызылорда қаласында келте тонды Келменбетке арналған ескерткіштің орнатылуына бір адамдай атсалысты. Кейін ол өз назарын қазақ мәдениетінің ірі тұлғасы, ұлт руханиятының жарқын өкілі Темірбек Жүргеновтың өмірі мен мұрасына бағыттады. Сәпен Әбдіқадырұлының бастамасымен Жүргенов қоры құрылып,
қазақ руханиятының ірі тұлғасына арналған мәдени шаралар ұйымдастырылды. Ескерткіштер бой көтерді. Халықаралық деңгейде конференциялар өтті. Кеңестік кезеңде қазақтың ағарту саласында, мәдениет саласында, өнер саласына жүргенде еңбек сіңірген ешкім жоқ. Алаштың арыстары қазақтың ұлтының, ұлының, қазақ ұлтының тілінің, ділінің, білімінің өз дәрежесінде азат болғаны қалады ғой. Сол алаш идеялар негізін іске асырушы, нақты іспен іске асырушы жүрген. Ол министр есебінде тек бұйрық беріп қана, пәрмен беріп қана, қаулы шығарып қана қоймаған. Соны нақты өзі қолымен соның басында ұйымдастырушы болған. Негізгі жұмыстары өз сол жүрген кезде 34 жылы халық таланттарының үлкен бір слетін өткізді. Сонда Шашубайды, Кененді, Нартайды, Динаны сондай үлкен қайраткерлер тапты. Сол арқылы ол кезде 10 күндіктің болатынын білмейді. Сол арқылы ол 36 жылы Қазақстанға Украинадан кейін қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндік өткізу болған кезде жаңа өткізген жұмыс арқылы соған дайын болды. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің бірден бір себепкері жүрген дегенді айтып жүрмін. Оны мен Мәмбет Қойгелді деген тарих ғылым доктор профессор бар. Сол кісінің айтқанына сүйеніп айтып отырмын. Жаңағы Мәскеуде 10 күндік өткеннен кейін Әбіш Кекілбаевтың айтқан жаңағы кемшіліктен арылт деген сол 10 күндіктегі жүрген бас қолбасшы ұйымдастыру 10 күндікте қазақтың рухын өгілмегендігін, қазақтың ешбір ұлттан кем емес әдебиеті, мәдениеті, өнері бар екендігін, театры бар екендігін дәлелдеді. Сонда Сталин бастаған билік мына кеше 31-33 жылдардағы 2,5 миллион қазақтың қырылғаны, 1,5 миллион қазақтың босып кеткені, қазақ даласында 1,5 миллион қазақ қалған кезінде біз мына ұлтқа қиянат жасаған екенбіз ғой. Мына ұлттың мынандай өнері бар екен ғой деп, біз автономиялық статус болып тұрған дәрежемізден 36 жылы мамыр айында 10 күндік болды. 36 жылы желтоқсан айында бізді Қазақ Советтік Социалистік Республикасы деп жариялады. Сол республика болып жарияланғанымыз арқасында кеше 1991 жылы жаңағы КСРО тараған кезде біз өзіміздің тәуелсіздігімізді жариялай алдық. Егер автономия болып қалып қойғанда Татарстан, Башқұртстан қылсап Ресейдің құрамында қалып қоятын едік. Онда мына жерде жүрген туралы әңгіме айта алмайтын едік. Міне бүгінгі тәуелсіздігіміздің себебі жарқырап тұрған астанамыздың бары, осынша театрымыздың бары, осынша әлемге жарыса біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болып, Түркияға көмектесіп жатқанымыз, басқа елдерге танып жатқанымыз мына бірден бір себепкері жүрген. Сәпен Аңсатовтың рухани әлемі бай әрі терең. Сөздің салмағын, поэзияның тәрбиелік қуатын терең түсінген. Ол үшін рухани ұстаздай болған тұлғалардың бірі Қадыр Мырзалиев еді. Қадыр ақын айтқан адалдық, еңбек, намыс жайлы өлеңдері Сәпен Аңсатовтың өмірлік пәлсапасымен ұштасып, адамдық болмысына бағыт берді. Қадыр ақынмен байланысқым келіп, осынша ұрындымда жүрдім, ықыласымда мол болды. Бірақ соның бір реті келмей жүрді. Сол жақта Алматыдағы мен білетін жазушылар Адам Екебаев пен марқұм кездескенде басқа кездестіреміз ғой дейді. Бірақ кездестірудің ретін жасай алмайды. Содан бір күні осы Қылышбай Алдабергенұлы Бейсенов Қызылордаға Қадыр Мырзалиевті 2006 жылы сәуір айында шақырды. Арнайы кездесу ұйымдастырды. Студенттер сарайында кездесу болды. Кездесу болғасын барып отырдым. Жүргізуші Бағдат Кәрібозов. Маған сөз беретін түрі жоқ, мен студент емеспін, оның мұғалім емеспін, енді графигіне, кестесіне сыйыспаймын. Бірақ ұрынып отырмын, мен сахнаға шығуым керек. Қадырдың өлеңін табыны оқып жүргенімді, ол кісінің өлеңін жатқа білетінді көрсетуім керек. Енді менде басқа көрсеткіш жоқ. Сосын қайта қоймадым. Бір кезде Бағдат маған сөз берді, сахнаға шықтым да, Қадырдың жаңағы өлеңдерінен әрі қарай жаңағы бабамыздың шоқ басқан табанымен деп басталатыны бар, бірде екен жақсы жаманымен дейтін. Соны айттым, одан жаңағы ең қатты ұнайтын өлең оғыз еңбекке қатысты. Теріңді намыс сыдырсын, тіліп білскен қамшыдай, жотағынан моншақ шұбырсын, әйнектен аққан тамшыдай, кеудеңді қуат кернесін қуат ұдай кеп. Деуге шаман келмесін, жұмыстан шаршап құлай кет. Жұмыссыз іссіз салбырап, маужырап жүрсең сол азап, кетпеннен қарың салдырап, қалжырап жүрсең ләззат үшін төзгейсің, төзім жетсен арлығың, шаршамай тұрып сезбейсің, 12 мүшең барлығында. Соны айтып атырым. Сосын жаңағы мына адамды алтынды алтын, мысыңды деймін, итіңді иткісіңді кісі деймін. Ал адам тұрғанда жаңағы туысқан деп өліп өшкен жандар түсінбейтін дейтіні бар. Мына
Қылышбай Алдабергенұлы я руы сәйкес емес, я тайпасы сәйкес емес. Қадыр Мырзалиевті осында шақыртып кездесу жасап жатыр, бізді жырмен сусындатып жатыр деп сөйледім ғой. Содан табысып кеттік, кешкі қонақасына қосты, мені Қорқытқа бірге бардық. Ол жол үйге келетін мүмкіндігі болған жоқ. Содан кейін ол кісі өзі 16 томның 12 томы менде тұғын. Темірғали Көкбаев Қазығұрт баспасының басшысы болып тұрған кезінде барып өзім сатып алып поштамен үйге жеткізгенмін. 12 томыңыз бар менде дедім. Қалған 4 томы бар, еш жерден таппайсың, өзім беремін деп Алматыға барғанымда 4 томын берді. Сонымен Қадыр Мырзалиевтің 16 томы менің ауық оқитын шығармаларым. Сәпен Қадыр ақынды ерекше құрмет тұтады. Ақынның көзі тірісінде кешін жүргізсем деген арманы көңілінде аялап жүрсе де, ол ойы орындалмады. Дегенмен ақын шығармаларына деген аманат оны сол арманға жетеледі. Қадыр ақынның жылдық еске алу кешін өзі ұйымдастырып, сол кеште ақын рухымен іштей сырласып, жүрегіндегі борышын өтегендей күй кешкені туралы ерекше толғаныспен еске алады. Мен жалпы арманым бір көзің тірісінде сол кісінің бір шығармашылық кешін жүргізсем деп едім. Бірақ ондай мүмкіндік болмады. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2011-де қайтыс болды. 2012 жылы 8 желтоқсан күні осында осы облыстық Әбілді Тәжібаев атындағы кітапханада Қадыр Мырзалиевтің шығармашылық кешін, еске алу кешін жүргіздім. Өзім сұрап алдым. Ешкім менен артық ешкім жүргізе алмайды, мен жүргіземін дедім. Олар Қадыр Мырзалиевтің әйелі Салтанат келді. Қадыр Мырзалиев атындағы қордың директоры Донеділ Қажым келді, әйеліме Гүлнар Дәукеновамен. Мадияр Алдоңғаров болды, біздің Қызылорда облысында әкім бірінші орынбасары. Облыс әкім орынбасарлары Ержан Уайыс, Рзақұл Нұртаевтар қатысты, өзімнің рухани достарым қатысты. Кітапханада болған шараны үйде жалғастырып бір рахаттанған кезім болған. Бірақ ол кісі қасымда болмады. Мен сол биыл жүрегіме жеткен жерден кітап жаздым, сол кісінің рухымен сырласып отырмын. Қадырдың өлеңін жаттап ешкімді таңғалдыра алмайсың. Өлең жаттау көп. 5 жасар баладан бастап бәрі жаттайды. Мен жаттағаныма мақтанбаймын. Мен соны өлеңді жүрегімнен өткізіп түсіне біліп, жұртқа насихаттай алғанымда, соны қағаз бетіне түсіріп, ұрпаққа үндеу есебінде міне Қадырды оқыңдар деген жүрегіме жеткен жыр деген кітап жазғаныма өзім мақтан тұтам, ол орынды болды ғой деп ойлаймын. Толғауы 90 тіршілікте Сәпен Әбдіқадырұлының адамдық дейтін асыл қасиеттен аттаған кезі жоқ. Еңбекпен қатар шаңырақ дейтін шағын отандағы шаттық ол үшін маңызды болды. Сол шаттық шырайын жаққан жан Ханшай апа. Сай келсе асыл адал жар, түскені сахаңның бүгінен деген тіркес бар. Ол өмірлік Құдай қосқан жарыңа қатысты айтылған. Құдай қосқан жарым Ханшайда сол адал болып, асыл жар болып жолықты. Мен бір сабырсыздау қалпымды сабырыма түсіріп отырады. Асықстау қалпында шамалы олай емес қой, бір кісілер жақсы қартайған, ғибратты ғұмыры бар, үлкен кісі бар, соған ұқсаған дұрыс қой деп мысал етіп отырады. Сосын әйелдің мықтылығы ұрпақ тәрбиесінен көрінеді. 5 баламыз бар, 2-3 қызымыз. Ұлдарымызды, қыздарымызды негізінен сабағын қадағалаған, сабақтан жақсы оқуға баулыған, соған тәрбиелеген анасы Ханшай. Сәпен мен Ханшай апаның шаңырағы берекеге толы. Олардың өзара сыйластығы балаларына ізгілік пен жауапкершілікті дарытты. Балаң жаман болса, әкесін мынау түйенің үстінен ит қабады дейді. Ол балдарымыздан қызметке орналасу жөнінен, оқуға түсу жөнінен, білім алу жөнінен, ол оқып жүрген оқуларын бітіру жөнінен ешқайсында проблема болған жоқ. Бәрі өз жолдарын өзі тауып, бойларында талап болды, бойларында жаңағы армандары болды, жақсы адам болсам деген, отанға қызмет етсем деген армандары болды. Соның үдесінен шығып, әрқайсысы өз жолын тапты. Бүгінде 80-нің 5-еуіне бет бұрған Сәпен Әбдіқадырұлы елдің ортасында тағдырына тек тәубе айтады. Сол тәуменді тәубенің өзінде тұтас ғұмырдың даналығы жатыр. Бақыт деген әрбір болған жаңалығын қуанышты сәтің. Сондай бақыттардан жиналып үлкен отбасылық әулеттік бақыт құрылады. Әулетіме, отбасыма саласам бақыттымын. Жалпы қазақ деген ұлттың қазақ деген қоғамның бір мүшесі болып отырып, қоғамнан тыс болмайтынына байланысты кеніңнің байлығы, жеріңнің байлығы, ұлттық тілің, ділің өзің мәртебесін ала алмай отқанда, өзің соның егесі болмай отқанда, мен өзімді бақыттымын дей алмаймын.
жоғары деңгейде, кеңірек деңгейде айтқанда, мен бақыттылардың қатарында емеспін. Қазақ бақытты болса, мен де бақыттымын. Сол бақытқа жету жолында әділетті Қазақстан деген қоғам құруды бастады. Ұларбек айтқандай-ақ, салт дәстүр саралы, ұл-қыздар саналы ел болатын шығармыз. Соның жолындамыз. Бақытты болайық. Бақыт жолындағы әрқайсымыз меған қажет емес, менде тұрған не бар демеуіміз керек, немкетті болмауымыз керек, самарқау болмауымыз керек. Әрқайсымыз бір кірпіш болып қаланып отырсақ, қазақ бақытты болады. Сәпен Аңсатов сыр елінің абыз ақсақалы, еңбектің қадірін, рухтың биігін танытқан тұлға. Ол туған жерінің тарихына терең бойлаған зерделі зерттеуші, еңбегімен ел сүйіспеншілігіне бөленген өнегелі жан. Адамгершілігімен еңбекқорлығы оны қай ортада да сыйлы етті. Осы қасиеттер арқылы ол ел тарапынан лайықты бағасын алды. Бабалардан жеткен көне шапанның өңірінде қалған алтын түймедей Сәпен ақсақал дүние тұрғанша тұрыңыз. Көру керек, дәрее болып тасып та, көру керек, қызыл шоқты басып та, алаулаған жігіт болмай жасыңды айналайын қарт болуға асықпа дейтіні бар. Жігіт біткен болам ертең майталман, мықты садақ жасалады қайталдан. Жастың бәрін жігіт деп мен айталман, қария деп шалдың бәрін айталман дейтіні бар. Сол сияқты, мына бір қария болсаң да орны бар екен ғой деп, сол жас кезіңде алаулаған, жарыссақ озғымыз келді, алыссақ шыққымыз келді, көркіңмен бе, бөркіңмен бе көзге түскің келіп тұрды. Сол ұмтылыс, сол жақсылық ұмтылыс, озуға ұмтылыс, ілгері болуға ұмтылыс, елдің алдында болуға ұмтылыс, сені қарттыққа келгенде де сол өз бойыңнан жинаған тәжірибе есебінде, жинаған бір қалыптасқан әдем болмыс есебінде қартайғанда да көрінеді. Көрсетіп жүрмін ба, көрсетпей жүрмін ба, оны ел жұрт біледі.